Құрметті оқырмандар, еліміздің тәуелсіздік күніне орай Қазақстан әлемге әйгілі мемлекет атты шараны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Биыл еліміздің сан мың жылдар бойы армандаған тәуелсіздік алғанымызға 29 жыл толып отыр. Егемен еліміздің ең ұлық, ең қастерлі мерекесі тәуелсіздік күні құтты болсын. Осы жылдар ішінде егеменді ел еңсе тіктеп әлемге танылды. Еліміз талай жетістіктерге жетті. Бар әлем қызғана да қарайтын мемлекетке айналды. Әлемнің дамыған мемлекеттермен терезесі тең болды. Қазақстан өзін ядролық қару қолданбайтын ел деп жариялады. Бүгінде Қазақстан 120-дан астам мемлекет республиканың егемендігі мен тәуелсіздігінің кепілдіктерін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекетаралық қарым-қатынастар орнатты. Бұған Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымына толық мүшелігіне кіруі, әлемдік ықпалды ұйымдармен, соның ішінде Еуропалық одақ, ЮНЕСКО және Қызыл Крестпен белсенді ынтымақтастығы дәлел. Қазақстан 40-тан астам көпқырлы конференцияларды, декларацияларды және 700-ге жуық екіжақты шарттар бекітті. Осындай ауыз толтырып айтарлық жетістіктеріміз өте көп. Бүгінгі Қазақстан әлем таныған егеменді, демократиялық және құқықтық мемлекет. Тәуелсіздіктің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік. Келесі кездескенше сау саламатта